Şimdi Алматыдан Қаскелеңге бардым. Баяғы аты жолы Алтын Орданың пробкасында, кептелісінде шамамен 1 сағат 40 минут тұрдым. Былай қараса көпір салдық, жолды кеңейттік, бірақ азаймайды. Одан кейін мен Қарасай ауданы әкімімен сөйлестім, Жасұлан Тоққа жолымен. Ақылдасып бұны қалай істейміз деп. Сөйтсек ана мосттың біткен жерден үш полоса жол. Қайдан машина көліктер қысып тастайды. Бұның бір ұсыныс жолы бар. Енді білесіздер ғой, Қарасай ауданының өзінде 400 мыңдай халық бар. Ана Жамбыл облысынан тағы да 200 мың адам. Ана керемет бакат салынды. Алтын Орда біткеннен кейін Асыларман маңынан. Сол бакаттың развязкасынан бастап Қаскеленнің көпіріне дейін бір шамамен бір 10 километр болады, 11 километр. Соға дейін жолды кеңейтсек екі жағын. Ана жақта сіздерге кемінде 500 мың адам алғысын айтып, батасын береді. Бір 10 мың километр. Осын бір ойланып көрейік, шеттің бәрі бос жолда, ешқандай құрылыс жоқ. Өйткені міне Алматы Бішкек тас жолында күніне кемінде 50-60 мың көлік өтеді. Осын бір ақылдасып, бір ойластырсақ деген бұл көптің сұрау істерді. Өйткені кептеліс өте көп ол жерде.